Сәлем достар, жәннат иман еткендер мен тақуалардың отаны. Ол Алланың жомарттығы байқалатын орын және шексіз бақыт мекені. Жәннаттың нығметі еш таусылмайды. Біз бүгін сіздерге жәннаттың қандай мекен екенін және Құранда жәннат туралы не айтылғанын айтатын боламыз. Достар, видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ал біз видеомызды бастай берейік. Адамдар жәннатқа қызықсын деп, оған қол жеткізуге тырыссын деп, Құран кәрім жәннатты молынан сипаттаған. Оның артықшылықтары мен шексіз нығметтеріне кең толған. Құран жәннаттың дәрежелерінде, қақпаларында, онда жәннат тұрғындары немен азықтанатынын да, сулар мен өзендерінің түрлерінде, киімдер мен әшекейлерінде түгел баяндаған. Жәннат сөзі араб тілінен аударғанда бау-бақша деген мағынаны білдіреді. Жәннат бұл Алланың сүйікті құлдарына о дүниеде беретін сыйы, дүниедегі қайғы, мұң, уайым, ауру, аштық, шөл сияқты қиындықтардың орнына дайындалған мәңгілік мекен. Сонымен қатар Алла тағала осы дүниеде шарапты харам етіп, ал о дүниеде шарапты ішуге рұқсат берген. Алайда бұл дүниедегі мен о дүниедегі шарапты шатастырмау қажет. Өйткені екеуінің арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Бұл жайлы Құран кәрімде ашық баяндалған. Біз жәннаттың нығметтерін тек Құран кәрім мен хадистерде сипатталған мәліметтерден ғана танып біле аламыз. Жәннаттың қандай екендігін Құранда былайша сипаттайды. Олар алтыннан тоқылған тақтардың үстінде қарама-қарсы отырып жайғасады. Алдарында мәңгілікке сәби болған балалар, ағып жатқан бұлақтан құмыралар мен кеселерді шарап толтырып отырады. Ол шарапты ішкендердің бастары ауырмайды, мас та болмайды. Өздері таңдаған жеміс-жидектер мен тәбеттері тартқан құс еттері ұсынылады. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатқа ең алғаш кіретін топ түндегі толған айдың суретіндей көріністе болады. Одан кейін кіретіндер аспандағы ең жарық жұлдыздың көрінісінде болады. Олар онда дәрет сындырмайды, сіңбірмейді, түкірмейді. Олардың тарақтары алтыннан болады. Олардың мінездері адамдікіндей. Адам алейхиссалам сияқты бойлары 60 болып жаратылады. Сонымен қатар жастары 33-те болып кіреді. Кімде-кім жәннатқа кірсе одан шыға алмайды, мәңгі қалатын болады. Алла тағала Құранда оған жұмаққа бейбіт күйде кіріңдер, міне осы мәңгілік күн. Жәннатқа кіргенде сендер бұнда дендерің сау болып ауырмайсыңдар, мәңгі өмір сүріп қартаймайсыңдар, дайым нығметте болып жаманшылыққа ұшырамайсыңдар деп жар салды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.